Мен барып келдім, 21 мыңға түсірді. Қанша ақша кетіп жатыр. И өзбек врач бар екен, соған очередь. О жерде отырмын, аяғым басамай қалдым, кетіп қалдым. Жұмысқа барамай қалдым. Мен жұмысқа бармасам рахат мектептегілерге. Келмесең деп. Ана жақсы ғой директор болмаса, өздері барады, 45 минут жібереді, келмесе қайтып жүре беретіндер де бар ғой, бәрі емес. Ана сосын кейін жұмыстан да қалып жатырмын, бір ай, 2 айдан кейін без содержания бермейді, больничный бермейді, уже қиындап жатыр. Мына аяқ қалысы кетті. Бірақ тянши вообще ойымда. Жоқ, Айгүл тянши ішсе, тянши ішкенде мен сіңірім ғой, сіңірім, не қатқан білмеймін. Алысып кетіпті, қисайып кетіп деп бармаймын. Арасында ішіп жатыр мен бетпейтіп, 2 анын ішіп қоям. Ана жалдегі больницаға барайым, ана өзбек, ана қосты дискіні баған, 21 мыңға. Сыпырғы сияқты ана не бар екен ғой, тамырлар. Көп ана ішіне. Бүйтіп көрсетті де, өзбек білмеймін мына жерде. Қайсы тамыр, қайсы сіңір нан. Дейм ғана врачта. Өліп жатырмын ғой, ауырып тұрмын ғой, жарыма батып. Ем көрсем дейді, білмеймін ғой мына жерде, мына жерде сарс үймелеген ба, бір нәрсе бар ғой енді бұда деп қайтарып берді ғой мен. Содан кейін мен ана врачпен жұлысып жатырмын ғой, сен 10 мың төлеп кірдім ғой мен, неге сен маған айтпасаң, айтпайсың, мен кірмей анайға кететінім. Жолда ойлап, 10 мыңға қанша сыйлық келеді, 21 мыңға таза келеді. Соны іштесен ішпей больница жағалап, неғып сонымен ең соңында маған мынандай укол салатын болды, операция жасайтын болды. Көрдіңіздер ма? Соған ең соңында операцияға келіңіз деді, әйтпесе екінші аяғыңыз құриды деді. Одан кейін барып, уже операция дегенде қорқып кеттім, адамның жанын тәтті ғой. Бүйтіп қарасам, операция жасағанда, әйелдер тұр ғой, мынандай мен тұр, сыммен тұр бүйтіп. Балдар тұр, сосын ойлай, мынандай қалама деп, Айгүлге сразу звондап, Айгүл өсіп жатыр дем, Айгүл, қалып, ана уколды салдырма деді. Укол бір салдырсам, мәңгілік салдырады екен ғой. Әшейін ауырған бастады екен, бірақ сол ауырғанын білмей жүгіріп жүресің да, ана қажалады екен да. В общем, сондай. Сонымен сөйттім де үйге барғаннан кейін Айгүл, қалап, неге тянши ішпейсің, сен қазақтар сондайсыңдар, сен балаң результат алды ғой деген екен бар. Ол тянши сонда не істейтін, бұны кесу керек деп жатыр ғой деп. Қоймайым ғой сонда да, қанды қарасаң, біліміміз бар, диплом бар, 1000 оқушыға директор болып отырып, мен сонда паникама кетіп кеткем да. Сосын кейін тяншиден алып бер, азған тара бір 100 мың ояқ бұяғында бір ай ішетіндер. Ал ана қанша ақша кетіп қалу. Соны ішкен күннен бастап, аяғым былай бүгіле бастады. Ана сөйтсем, фитозан сіңірді айқасып кеткенде өз орында тұрмағаннан кейін, мысалы малды сойған кезде сіңір бар ма? Сіңірлер жұмсақ болады да кейін кеуіп қалады ғой, қан бармағаннан кейін. Тек кеуіп қалады екен ғой, соны фитозан клеточный уровень анан жібітеді екен. Бүйтсем мектепке балдақпен барып жүргем. Өйткені мектеп аттестациялаудан өтейін деп жатыр. Ана района маған барсаң бар, бармасаң тапсыр, ана бәрі